Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі ашық сабаққа қош келдіңдер. Қане балалар, барлығымыз орнымыздан тұрамыз. Бірге оқимыз ғана. Күннің көзі ашылып, көкке шуақ шашылсын. Құтты қонақ келді, төрімізге еніпті. Амандасу үлкенге тәрбиенің басы ғой. Алға-неге бәріміз сәлем дейік үлкенге. Жақсы отырамыз. Күннің беті не болып тұр екен? Осы бұлттарды ашу арқылы біз жадырап, жайнап тұрған күнімізді ашып көмек береді. Күннің бетіндегі бұлттарды ашу үшін, күнге көмек беру үшін кім келеді? Нұрайлы, Асем, Айдана. Қалай қараймыз? Берген? А әрпінен басталатын сөз деп айтамыз. Ана, тамаша. Айдана. Қандай әріп? М. Мысық, жақсы. Кітап, жақсы. Қандай Набила? Қандай дыбыс? Б дыбысы, я? Б дыбысынан қандай сөздер білеміз? Бала, жақсы. Қандай дыбыс? С дыбысынан сөздер айтамыз. Тамаша. Қараңдаршы балалар, біздің күніміздің беті ашылды, я? Дауысты және дауыссыз дыбыстар. Яғни бұл біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы. Бүгін балалар біз сендермен дауысты дыбыстар және дауыссыз дыбыстарға арналған тапсырмалар орындаймыз. Дауысты дауыссыз дыбыстарды ажыратуды үйренеді екенбіз. Балалар, дауысты және дауыссыз дыбыстарға арналған бейнебаянды тамашалаймыз. Балақай, мұқият тыңдайықшы. Сендер не естіп отырсыңдар? Қане, тыңдайықшы. Әрине, балақай, бұл дыбыс. Сендер дыбыс естіп отырсыңдар. Балақайым, біздер дыбыстарды көрмейді екенбіз. Біз дыбысты естиді екенбіз, және айтады екенбіз. Ақылды балақайым, қарайықшы. Мына Айдос пен Дария екі дос қаладан қалаға саяхат жасап жүр екен. Олар саяхат бұл дыбыстар кедергісіз, әндетіліп, жүректен шығады екен. Бұл дыбыстар дауысты дыбыс екен. Көрдіңдер ме балақай? Түсі қызыл болады екен. Ал көп үйде дауыссыз дыбыстар екен. Бейнебаяннан дыбыстардың дауысты және дауыссыз болып бөлінетінін білдік. Енді балалар қазір жылдың қай мезгілі? Қыс мезгілі, я? Қыс мезгілінде далада ақ қар, балалар ақ қала солып бір-бірімен ойнайды екен. Енді бізге кітапта қыс деген мәтін берілген екен. Қане осы мәтінді тізбектеп оқимыз, барлығымыз қолмен ұстаймыз, мұрагер бастап оқимыз. Өзенде келді мұз жақты алынған шөптің басы көрінбейді орман жеріне қостарды көреді. Ары қарай оқиды. Қағады. Жарайсыңдар балалар. Мәтінде жылдың қай мезгілі туралы айтылған? Қыс мезгілі туралы айтылған. Жақсы. Қыс мезгілінде адамдар не істейді екен? Жақсы. Қыс мезгілінде жан жануарларды қайда ұстайды екенбіз балалар?
dауысы дұрыс екен, иә? Мағжана, кел. Әсем. Шыңғыс. Айзере. Баяна. Айдана. Келесі. Қ дыбысы дауысы ма, дауысы бар? Тамаша. Ажырата алады екенбіз, иә? Жауап берген оқушыларға смайликтерді беретін боламын. Ортада тұра берсін. Ең соңында топ бойынша балалар санайтын боламыз, жарайды ма? Ал енді балалар, біздегі келесі тапсырма, екінші жаттығу орталық программасы арқылы қалып кеткен әріптерді орнына қойып жазатын боламыз. Мұрагер, Айша, кезекпен тұрамыз. Кезектен біріншісін кел. Әлі, кел тұрамыз. Әріптерді орны шатасқан соң үстін қоямыз. Жарайсыздар балалар, біз адасқан әріптерді өз орнына дұрыс қойдық, иә? Енді олай болса, осы екінші жаттығуды өзімізді ашамыз, бүгінгі күнді жазып, дәптерге көркем етіп жазып аламыз. Өзен. Келесі сөз, қандай сөз шықты балалар? Күндіз келе алып. Күндіз. Сөз жұмбақ берілген екен. Осы сөз жұмбақты шешетін боламыз. Бірінші суретте нені сурет тұр балалар? Қоян. Кел, домбылы жазамыз. Кел. Қоян. Сөз жұмбақ шешеміз. Қоян. Я. Қоян. Жарайсың. Енді балалар қараймыз. Екінші суретте ненің суреті тұр? Шырша.
O'zhan. Al bolalar barlig'ini charchagan bo'lsa, bir serik bolalar ya. Mening qo'limda plyugesh turibdi. Hozir o'sha plyugeshga aylantirib, qay plyugesh tushadi, so'ni senga qaytalovlaring qajit. Kelisizmi? Ya. Ya'ni to'xtovimiz birinchi to'pqa xat xalta orqali beriladi. Ya'ni bu yerdagi xat xaltaning ichiga topshirmalar bor. So'zlar, o'sha so'zlarda necha dovsiz dibs, necha dovsiz dibs ekanini ajratib yozатын bo'lamiz. Ikkinchi to'pqa dovsiz және dovsiz dibslarni biz ikki kesaga bo'lib solатын bo'lamiz. Uchinchi to'pning topshirmasi so'zlarga dibsliq taldov jasaymiz. Aytamiz, qanday so'zlar beriladi? Allah. Qancha dovsiz, qancha dovsiz? Dovsiz. Tamosha, kelesi. Bir dovsiz, ikki dovsiz. Yaxshi. Asti. Ikki dovsiz, uch dovsiz. Yaxshi, kelesi. Sala, ikki dovsiz, ikki dovsiz. Yaxshi, jaraysiz. Qani bolalar, birinchi to'pni bag'lab qo'yaychi. Jaraysiz, bo'lgan. Endi ikkinchi to'pning topshirmasini, qani ikkinchi to'pdan kel, birdan, ha? Kel. Qani. Bizga dovsiz және dovsiz dibslar bo'lu kerak bo'lgan. Durs bo'ldikmi? O'qib keling shundan shetik. Dovsiz dibslarni. Yaxshi. Endi qaysi dovsiz dibslar? O'qiymiz. Ye, a, o. Tamosha. Endi bolalar qani, ikkinchi to'pni qalay bag'alaymiz? Topshirmani o'ta yaxshi o'rnagan ekan. Uchinchi to'pning topshirmasini bunday, qani uchinchi to'pning mushilari shamiz. Yaxshi. Qanday so'z chiqdi? Nekti. Qancha dibs bor ekan? Qancha arif, qancha dibs? Aytamiz. 6 arif, 6 dibs. Neshiyu dovsiz, neshiyu dovsiz? 2 dovsiz, 4 dovsiz. Tamosha. Al endi kelesi so'z. Palma. Aytamiz.
Necha harf? 4 harf. 4 qo'l. Necha yo'lda usti? 2 yo'lda usti. Tamosha. Qani bolalar, 3-chi to'pni bag'alab qo'yamiz. Yet, jaraysizlar, o'tira qo'yamiz. Endi bolalar, kelasi bizning topshirmamiz sharmashuv topshirma. Bu yerdagi dibslarni davsiz және davsizga o'z yashig'ini kirgizishingiz qajat. Aqlos. Alan. Hadi. Buraya gel. Ayni. No'g'ri. Hadi aytam. Qani git. O'z yashig'ini qilamiz. Bizga bir hayal. U qanday davsiz baparamiz o'z yashig'ini?